1316 километр. Олар 3 миллиард доллар табады екен. Қаяқта біздің 3 миллиард доллар? Білесіз бе? Білмеймін, оны білмейді екен. Білдіңіз деген емен. Біліп көрсеңізші соны. Кім бауырым бұндай сұрақтарды қоймас есілі? Мен депутат, бұны қандай сұрақ қойм? Мақтай берейін бе тек қана? Причем мақтап. Мен айтып тұрмын ғой, кеше мынау ЖКХ-ның бастығын кеше бюроға салып, мен... Орынды? Оған қарсы емес? Негіз бәрін соттатып жіберсең де қарсы емес. Ол жаңа коррупционерлердің бәрін құрту керек. Өзің коррупциямен айналысасың ба, айналыспайсың ба? Сұрақ бұл. Алла сақтасын да коррупциядан. Жоламайсың? Жоламайын. Ешқандай тендермен алмайсың? Жоқ, алмайын. Точно. Сондықтан міне енді қараңыз. Анда депутаттар кешіресіз. Ана сізде городской администрациядасыз ғой. Депутаттар суға сиіп отырғанда бұлар шетін су таппай отыр. Енді суға симейді енді қойыңыз. Енді қайда далаға сиесіздер ме? Мына депутаттардан сұрайықшы. Мына байлардан сұрайық. Қаны сіздер солай айтпаңыз. Депутаттар. Мегаполиспіз. Сіз өкпелемеңіз, мен тәріздеріңізді қарап жатырмын. Сіздер байлар кедейлер болып тұрғандай болып тұрды маған. Сосын айтып жатырмын. Жоқ, бәріңіз упакованы, упитанный жақсы адамсыздар. Жарасып тұр байлықтарыңыз. Мәселе бай кедейде емес қой. Неге соған сіздер әрекет жасаңыздар ма? Біреуіңіз бюджет беріп беріңіздер осы аудандарға өздері шешсін деп. Енді заң шеңберінде сізден кейін ұсыныс жасаймыз. Неге? Ұсыныс жасайсыз? Сіз өкпелеп қалдыңыз ба бай деген? Жоқ. Бай емессіз? Мен негізгі мәселені айтып отырмын. Жоқ, халыққа келгеннен кейін қарапайым киіп көзіңіздер әдемі болады. Қарапайым ғой. Жоқ, сақшылардың мына қылмыскерлерді ұстамай жатқанынан не дейсіздер сіздер? Бұл кісі, сіз осы жердің участковыйсыз ба? Қанша болды істеп атқаныңызға? 4 ай көлем болды. 4 ай көлемінде қанша рет қылмыстық іс қозғалды? Білмеймін деді ғой ол әлі, статистиканы кейін берем дейді. Орын алғаны бойынша қылмыстық іс қозғалады. Ешкімнің ол арыздары қараусыз қалдырылмайды. Қараңыз, сіз осы жердегі бірінші әрі следовательсіз, әрі участковыйсыз. Бәрі жағынан хабарыңыз болу керек. Мен өзім осы салада істеп өткенде, мен қазір қалалық бастығы деп, сіздің мына айтып отқан сөзіңіз маған қанағаттандырар емес. Сіз қазір міне халық айтып отыр. Бізге ләжі барынша өзімізге жедел түрде қылмыстың ашқаны өзімізге жақсы. Сіз мына сақшыларға сенесіз бе айтып отқаны? Сенбеймін. Ешқандай. Өтірік айтып отыр ма? 100% сенбеймін мен. Депутат мырза, әрбір қарақшы бір ауданға келерден алдын сол жердегі сақшыларға беретін беріп қойып, содан кейін қарақшылық жасайды деген. Сол рас па? Сіз осы сөзге жауап бересіз бе? Мен сізге сұрақ қойып отырмын, жауап. Жоқ, мен сіздің сұрағыңызға түсінбедім. Сақшылар барлық жерде нашар жұмыс істеп жатыр, ол жасыратын нәрсе емес қой. Енді бәрі жаман адам деуге болмайды. Бәрін жаман деп айтқан ешкім жоқ. Бірақ бар арасында бар, бірақ дегенмен сақшылар көп жерде өзінің орнын тауып жүр. Бірақ бұл жерде жаңадан келген кісі екен мынау да. Депутат мырза, кеше көрдіңіз өзіңіз Шымкентте, бұдан да қызметі үлкен жігіттер жаңағы УБОПтың бастықтары бірге ұрып адамды өлтіріп қойды халықтың. Ол жағдай неде қолданды. Сондықтан сіз бәрін деп айтпа дегеніңізге қайтып отырмын. Жоқ, енді арасында бар енді ол бәрі. Сотталып жатқанның ішінде сақшылар өте көп. Өте көп. Бес саусақ бірдей. Ең үлкен Қазақстанда жасалып жатқан қылмыстардың ішінде обязательно осы штатта жүрген сақшылар бар. 7 баласы бар әйелдің үйінде жылу жоқ дегеннің өзі дұрыс болмай жатыр. Жауап бергім келмей жатыр. Жұмыс жүргізіліп жатыр ағасы. Жоқ, жүрмейді деме айтпаймын. Жұмысын жүріп жатыр, лейтенант құтты болсын. Қылмыс неге өршіп жатыр? Қылмыс өршіп жатқан, оны білмеймін, бірақ жұмыс жүргізіліп жатыр. Бәрін аралап. Не себеп қылмыстың өсуіне? Жоқ, мен арыз түскеннің бәрін қарамай жатыр деп айтпаймын. Қарап жатсың, істеп жатсың. Жұмысың Алла разы болсын. Рахмет. Еңбегің рахатты болсын. Рахмет. Сұрақ, қылмыс неге өршіп жатыр? Сен өзің анализ жасайсың ба или жасамайсың ба? Жасаймыз анализ бәрі. Неге өршіп жатыр? Айтып отырмыз сіздерге, жұмыс істеліп жатыр, барлық нәрсеге қылмыс бойынша да. Жоқ, оны түсіндім. Ол статистиканың өзі. Иә, статистика бойынша істеліп жатыр. Ал енді саған сұрақ, аналитический сұрақ. Қылмыс неге өршіп жатыр? Неге пайда болып жатыр? Орысша айтайын ба? Почему преступность растет? Түсініп отырмын оны. Айтып отырмыз сізге жұмыс жүргізіліп жатыр, ол бойынша да. Қылмыс бойынша да бүкіл жұмыс арлау шаралар да жүріліп жатыр. 5-ші рет қайтып қояйын. Қылмыс бойынша жұмыс жүргізіп жатқанына күмәнім жоқ. Жүргізіп жатсыздар, рахмет. Қылмысыңыз тіркеліп жатыр. Енді сіздер ойлайсыздар ма, бұл қылмыс неге шығып жатыр? Қалай болып жатыр? Неге бұл көбейіп жатыр деп ойлайсыздар ма, ойламайсыздар ма? Ойлап отырмын оны да. Соны ойлаған кезде қандай ойға келдіңіздер? Неге көбейіп жатыр екен ол? Әзірге білмейміз оны неге, бірақ жұмыс жүргізіліп жатыр. Әркім адамға жауап бермейміз ғой ол жерде. Да что ты, черт побери, такое несешь? Неге сіздер жауап беріңіз ғой, қылмыс өршіп, соны сіздер әкімшілікке депутатқа айтуларыңыз керек. Қылмыс мынандай болып жатыр, жұмыссыздық көп, анау көп, қарақшылық болып жатыр, мынау болып жатыр. Жоқ, біз арлап жүріп жатырық. Жұмыс қай жерде қылмыс болып жатыр, сол жерде жүріп жатырық. Әр жер көшенің еш жер арлап жатырық.
қылмыс болдырмаудың амалын істеп жатырық бүкіл жағынан. Қандай амал істеп жатса тірек қылмыс болдырмау үшін? Түнімен қарап, камераларды көріп, автокөлігіміздің мигалкасын қосып, көшеге түсіп. Ол қорқытып жатса жаңа қылмыскерлер жолама деп, А что, так можно было, что ли? Қылмыскерлер бөтен машиналардың өзін тексеріп жатыр. Кім қай жерге келдіз, қай үйге келдіз, неғып жүрсіз бұл жерде деп. Сонда жұмыстар жүргізіліп жатыр бұл жерде. Профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мына кісілер қылмыстардың бәрі раскрываться етілмей жатыр, анау-мынау деп жатыр да, содан кейін сұрап жатырмын. Сен өкілі ме? Дұрыс, сұрағыз дұрыс. Пытка жасайсың ба, жасамайсың ба? Қолыңа түскендерге. Жоқ, ондай жасалмайды. Қылмыскерлер болмайсың ба? Жоқ, Құдай сақтасын. Заң аясында істеледі барлығы. ДВД-да үлкен бастықтар ұрып өлтіріп қойып жатыр адамды. Жоқ, бәрі заң аясында істеледі. Қатты ұрмайсың ба? Ешқандай пытка болмайды. Сіздерде? Иә, тек қана заң аясында. Еш жерде болмайды. Следствие бола ма, болмай ма? Болмайды, еш жерде болмайды. Заң аясында істеледі бәрі. Онда өткендегі аналар қалай өлтіріп қойды екен, Білмейміз ол. 67-97. Неприятный сұрақ па? Айтып жатырмын, бәрі заң аясында болады. Ештеңе болмайды. Онда пытка еш жерде болған емес. Да. Уж. Қазір болып тұр ғой, папа. Қайда? Городской ДВД-да. Жоқ, сіздер оны дұрыс түсінбегенсіздер ғой ештеңесін. Значит, ол өзі өліп қалған ба? Бірдеңе жауап бере алмаймыз оған. Болды, рахмет. Сөйтіп айтсаң болды ғой. Жауап бере алмайтын болсың. Рахмет.